Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Жаратушы Алла Тағалаға сансыз мадақ, оның елшісі әрі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға, оның отбасына, оның артынан ерген күллі сахабаларға Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Қадірменді ақсақалдар, ақ жаулықты аналар, қадірлі бауырлар, баршамызға күндердің төресі атанған қасиетті жұма күні мүбарак болсын. Алла Тағала осы күні жасаған дұғаларымызды, ізгі амалдарымызды, ғибадат құлшылықтарымызды қабыл етсін. Алла Тағала осы мешітке басқан әрбір қадамдарымызды сауаптан жазып, жұма намазын жамағатпен оқимын деген ниеттерімізді Алла қабыл етсін. Сондай-ақ Алла Тағала пайғамбарымыздың Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, сүннетіне берік ұстанатын, пайғамбарымыздың Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, хадистеріне, сөздерінен ғибрат алып, оларға амал жасайтын тақуалы жандардан болуымызды баршамызға нәсіп етсін. Қадірменді жамағат, бүгінгі қасиетті жұма күні болатын уағызымыздың тақырыбы исламнан тірегі болған 4 хадис деген тақырыбының аясында болмақ. Мынау қасиетті Құран кәрімнен кейін тұратын екінші шариғат көзі бұл пайғамбарымыздың Алланың оған сәлем мен салауаты болсын сүннеті екен. Жалпы біздің дініміз бұл тек қана Құран кәрім кітабынан тұрмайды екен. Біздің дініміздің асыл шариғат көздері бар. Соның екінші қайнар көзі бұл ардақты пайғамбарымыздың Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын сүннеті екен. Қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала былай дейді: Астаизу биллах, хуаллази ба'аса фил уммийина расулан минхум ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухумул китаба вал хикма. Садақаллахул азим. Ол хат танымайтын қауымға өз ішінен бір елші жіберді. Ол елші оларға Алланың аяттарын оқиды, оларды тазартады, сондай-ақ кітап пен даналықты үйретеді деп айтқан. Яғни бұл аятта ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын өкілеттілігіне Алла Тағаланың аяттарын оқып түсіндіру, адамдарды тәрбиелеу әрі даналықты үйрету керектігі айтылады екен. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде: Таракту фикум амрайни, сендерге екі нәрсені қалдырдым. Лән тадиллу ма тамассактум бихима, егер осы екі нәрсемен қатты ұстанатын болсаңдар, онда еш уақытта адаспайсыңдар. Китаб Аллахи ва сунната набийихи, Алланың кітабы мен оның пайғамбарының сүннеті делінген. Жалпы пайғамбарымыздың Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын хадистері, бізге жеткен хадистері өте көп. Мынау біздің сүннет ғылымында бір ауызды келісілген 6 кітап жинақ болатын болса, сол 6 хадистер кітап жинағының жалпы хадистер саны 7000-ға жетеді деп айтады кейбір ғалымдар. Осы 7000 хадистердің ішіндегі ең керектісі әрбір мұсылман адам білуі тиіс, және де ол 4 хадиспен амал жасауы тиіс 4 қана хадис бар екен. Хакім Абай атамыз да пайғамбарымыздың Алланың оған салауаты мен сәлем болсын сүннетімен жүруді өте маңызды істердің бірі деп айтады. Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз деп, Алланың дінін ұстанған адамның пайғамбарының да Алланың оған салауат мен сәлем болсын
сүннетімен жүру керектігін айтады. Демек, пайғамбарымыздың, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, сүннеті әрбір мұсылман адам ол жолымен ұстану керек екен. Мына жоғарыда айтылған хадистердің саны мыңдаған хадистерге жетеді екен. Бірақ әрбір мұсылман адамға сол мыңдаған хадистердің ішінен 4 қана хадисті біліп, сол 4 хадиске амал жасайтын болса, осы 4 хадис оған жеткілікті екен. Кімдегім осы 4 хадисті білетін болса, және де осы 4 хадиспен ғана амал жасайтын болса, онда қалған барлық хадистермен де ондай адам амал жасай алады деген сөз. Демек, құрметті жамағат, бүгінгі өтілетін, Алла қаласа бүгінгі өтілетін 4 хадисіміз бұл асыл дініміздің негізі болатын 4 хадис болып табылады екен. Бірінші хадисіміз Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Иннамал а'малу бинният, ва иннама ликулли имриин ма нава, фаман канат хижратуху иля дуния ау юсибуха ау иля имраатин янкихуха фа хижратуху иля ма хаджара илейх». Шын мәнінде амалдар тек қана ниетке байланысты. Және шынында да әрбір кісіге ниет еткені тиесілі. Сондықтан кім Алла мен оның елшісіне қарай қоныс аударса, ол Алла мен оның елшісі үшін қоныс аударған болып саналады. Ал кім мал дүние табу, не бір әйелге үйлену үшін қоныс аударатын болса, ол сол қоныс аударған нәрсесіне қоныс аударған болып табылады дейді. Қарап отырсақ, бірінші хадисіміз әрбір мұсылман адам білуі тиіс, және де әрбір адам осы хадиске амал етуі тиіс болған хадис ниетке байланысты екен. Жалпы кез келген амалдар хадисте айтылғандай ниетке байланысты. Алла тағала бізді қиямет күні біздің амалдарымызды қарай не сауап, не күнә жазады екен. Осы сауаптарымызды, не күнәларымызды, құрметті жамағат, біз сол амалдар үшін емес, бәлкім сол амалдарды қандай ниетпен жасағандығымыз үшін тартылады екенбіз. Егер мұсылман адам қандай да бір амалды жақсы ниетпен жасайтын болса, сол амалды жасаған үшін емес, бәлкім сол амалға жақсы ниет еткенді білдірген үшін сауап алады екен. Тура сол сияқты қандай да бір адам бір күнәлі іс істейтін болса, және де осы күнәлі істі қандай ниетпен жасады, соған қарай күнә алуы мүмкін екен. Демек, ниет деген ол ең маңызды нәрсе. Ниет бұл кез келген амалдың, кез келген істің алдында тұратын нәрсе екен. Жалпы ниет деген сөздің мағынасы бұл мақсат ету. Біз бір амалымызды қандай мақсатпен жасағандығымыз маңызды екен. Егер бір адам бір жақсы істікке ниет жасап, мақсат көздейтін болатын болса, бірақ қандай да бір белгілі себептермен сол амалын жасамай қаласатын болса да, Алла тағала соның ниеті үшін оған сауап береді. Қараңыздаршы, бір адам бір жақсы іс істеуге ниет етіп бел буды, бірақ та бір белгілі себептермен ол амалды жасай алмай қалды. Алла тағала оған сауап жазды. Неліктен? Өйткені оның мақсаты Алла разылығы үшін болған. Тура сол сияқты бір адам болуы мүмкін, бір күнәлі іс істеуге ниет етеді, яғни бел буады, шешім қабылдайды. Бірақ та жолда белгілі себептермен сол күнәсін іске асыра алмай қалады. Бірақ та Алла тағала осы күнәсін, осы амалын жасамаса да, Алла тағала оған күнә жазады. Неге? Өйткені ол адам сол істі істеуге шешім қабылдап қойған, бел буып қойған. Демек, Алла тағала әр қайсымызды жүрегімізде қандай шешім қабылдадық, соған қарай Алла тағала бізге не сауап жазады, не күнә жазады екен. Қараңыздаршы, құрметті бауырлар, бұл өте маңызды нәрсе.
өте маңызды нәрсе. Көпшілігіміз қандай ойда жүрміз? Көпшілігіміз қазіргі қоғамда адамда қандай ойда жүр? Жақсы ойда жүрміз бе, әлде жаман ойда жүрміз бе? Ғалымдарымыз айтады, кез келген ниет бұл ойдан басталады. Адам бір нәрсені істемей тұрып, ол ойлайды ол нәрсе туралы. Адамға бір жақсы іске, жақсы амалға ниет білдіру үшін, бел буу үшін адамға ол нәрсе бірінші ойға келу керек. Тура сол сияқты адамға бір күнәлі іс істеу үшін, ол істі ниет етуге, ол істі бел бууға, шешім қабылдауға оған бірінші ой керек. Ешқашан адам бір күнәлі іс істеп жайдан жай аяқ асты жасай салмайды. Оған бір себеп керек. Оған бір не керек? Себеп керек. Оған ой керек. Сол үшін қазақ атамыз айтады, жақсы ой, ширек ырыс дейді. Жақсы сөз, жарым ырыс дейді. Жақсы іс, бүтін ырыс дейді. Сондықтан ең бірінші іс бұл ниетке байланысты. Ал ниет неге байланысты екен? Ниет ойға байланысты екен. Сол үшін әрбіреуіміз өзіміздің ойларымызға мықты болуымыз керек. Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху бір сөзінде былай дейді: сендердің әрбіреулерің тақуалықты ұстаныңдар. Тақуалықты ұстанып, адамдарға өздерінің істерімен, жақсы сөздермен пайда әкеліңдер де, және өздерінің ойларына берік болыңдар деген сөзі бар. Сол үшін адам қандай ойда болады, сол ойды бірінші не істейді? Ниетке айналдырады екен. Содан кейін ол ниеті неге айналады екен? Құрметті бауырлар, іске айналады екен. Сол үшін біз қандай ойда жүрміз, сол маңызды. Адам ісіңмен өзінің жаманшылығын, өзінің зиянын көрсетпеуі мүмкін. Алайда адамның ішінде қандай ой болып жатқанын оны Алла ғана біледі. Ол бәлкім сол ойымен басқа адамға зиян беріп жатқан шығар. Сол үшін осыған қатты сақ болу керек. Мұсылман адам өзінің ісімен және де сөзімен тура сол сияқты өзінің ойымен не істемеу керек, ешкімге зиян бермеу керек. Себебі кез келген ой бұл ниетке айналады. Кез келген ниет неге айналады екен? Іске айналады екен. Демек, ниет бұл біздің сауапты немесе күнә алуға себепкер болатын сондай бір маңызды нәрсе екен. Осы хадисті әйгілі сахаба Абу Убайд, Алла оған разы болсын, хадистердің ішіндегі ең маңыздысы, яғни де хадистердің ең әмбебап хадистерге жатады дейді. Әйгілі мұхаддис имам Абу Дауд бұл хадис жайында сұралған кезде не деді? Хадистегі амалдар ниетке байланысты деген хадис бұл исламның тең жартысын құрайды дейді. Неліктен? Себебі дін дегеніміз бұл жақсы амалдардан, яғни әмір етілген нәрселер мен тыйылған нәрселерден тұрады екен. Ал қандай ниетте болсақ, соған қарай жақсы амал жасайды, не жаман амал жасайды деп айтқан. Демек, біздің істеріміз бұл сыртқы келбеті ғана болуы мүмкін, бірақ та осы ішкі келбеті ол ниет деп аталады екен. Егер істеріміздің ішкі келбеті, ниеті дұрыс болатын болса, Алла Тағала соған қарай бізге сауап береді екен. Егер сыртқы келбетіміз, амалдардың сыртқы келбеті жаман және де ниеті де дұрыс болмаса, Алла Тағала ондай істерге, ондай ниетке күнә жазады екен. Екінші хадисіміз бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям: «Иннал халала баййинун». «Иннал халала баййинун». Ақиқатында адал нәрсе белгілі дінде. «Ва иннал харама баййинун». Және де харам да белгілі дейді. «Ва байнахума умурун муштабихатун ла я'ламухунна кафиру минан нас». Ал олардың арасында адамдардың көпшілігі білмейтін күмәнді нәрселер бар дейді. Демек, дінімізде адал деген нәрсе белгілі, және де
арам деген нәрсе белгілі дейді. Ал осы арам мен адалдың арасында көп адамдар білмейтін күмәнді нәрселер бар дейді. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Күмәнді нәрседен сақтанған өз дінін және өз абыройын сақтау үшін одан арылады. وَكَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Ал күмәнді затты пайдаланушы харамға баратын болады. Өйткені ол әне-міне кіріп кеткелі тұрған қойларын қорық маңында бағып жүрген шопанға ұқсайды. Әлә уә инна хималлахи махариму. Расында әрбір патшаның өз қорығы бар. Әлә уә инна хималлахи махариму. Әлә уә инна хималлахи махариму. Ал Алла тағаланың қорығы бұл тыйым еткен істері. Әлә уә инна фил жасади мудғатан ида салахат салахал жасаду куллуху. Ақиқатында адам денесінде бір кесек ет бар. Ида салаха салахал жасаду куллуху. Егер ол жақсаратын болса, егер ол дұрыс болатын болса, онда барлық адам денесі де жақсы болады. Ва ида фасадат фасадал жасаду куллуху ала ва хиял қалб. Алайда осы бір кесек ет егер бұзылатын болса, онда оның барлық денесі де бұзылады дейді. Расында ол кесек ет ол жүрек деп айтқан. Демек, пенденің іс әрекеті жақсы не жаман болу үшін оның жүрегіне байланысты болғандықтан, жүректің түрлі дерттерден сал болу үшін оның халал және де арам нәрселерді не істеу керек екен, білу керек екен. Дінімізде жалпы құрметті жамағат, адал да нәрсе де бар, арам да нәрсе бар. Алайда осы адал мен арам нәрселердің арасында көптеген күмәнді нәрселер бар екен. Көп адамдар осы күмәнді істерден сақталмай жүрудің зардабы олардың сол харам нәрсеге түсіп кетуге себепкер болады екен. Көп адамдар жалпы дінді сондай бір жеңіл нәрсе деп түсінуі мүмкін. Дұрыс, дінді жеткізуде біз жеңілдік танытуымыз керек. Алайда Алла тағаланың дінінде айқын арам етілген нәрселер бар. Және де сол арам етілген нәрселерге күмәндар да бар. Демек, осы күмәндардан біз барынша сақтануымыз керек. Себебі күмәнді істерді жасаумен мұсылман адам Алла тағаланың айқын харам етілген нәрселерге түсіп кетуі әбден мүмкін екен. Сондықтан дін дегеніміз бұл ойнайтын нәрсе емес. Дін дегеніміз бұл тіпті күмәнді болған нәрселерден сақтану деген сөз. Өйткені мұсылман адам күмәнді нәрселерден сақтанбаса, ертең әп-сәттақ сол арам етілген нәрселерді әбден жасауы мүмкін. Демек, діндегі арам мен арам адал нәрселерді білу және де күмәнді нәрселерден сақтану бұл біздің бүгінгі екінші хадисіміз екен. Үшінші хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Айюхан нас, инна Аллаха тойибун, ла яқбалу илля тойиба». Ей адамдар, расында Алла тағала көркем, Алла тағала мінсіз, және де тек қана пәк, таза ғана нәрселерді қабылдайды. «Ва инна Аллаха амарал муъминина бима амара бихил мурсалин». Сондықтан шын мәнінде Алла тағала елшілерге бұйырған мүміндерге бұйырады. Аса ұлы Алла тағала: «Ва елшілер, таза ризықтардан жеңдер де ізгі амал істендер. Ва иман келтіргендер, ризықтарымыздың жақсыларынан жеңдер» деген дейді. Содан сон үсті басы шан, шаштары ұйысқан, ұзақ жол жүріп келген қалпында қолдарын көкке қарай көтеріп «Ва Раббым» деп қайта-қайта Алладан дұға сұрайды дейді. Бірақ ол адамның жегені харам, ішкені харам, кигені де харам және хараммен азықтандырылған дейді. Ол адамның дұғасы қалайша қабыл болсын деп айтты дейді. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы хадисінде адамның жалпы
Алла тағалаға қатысты тек қана жақсы амалдар қабыл етілеті жайында айтылған. Біздің дініміз бұл Алла тағаланың діні өте таза, өте мінсіз дін екен. Сондықтан біздің амалдарымыз қабыл болу үшін, құрметті жамағат, біз барынша таза адалнан ризық нәрсесін жеп, Алла тағалаға таза нәрселерді қайтаруымыз керек. Алла тағала еш уақытта арам жолмен келген садақаны қабыл етпейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, Алла тағала мінсіз, таза және тек қана таза нәрселерді ғана қабылдайды дейді. Демек, біздің бүгінгі үшінші өтілетін хадисіміз Алла тағалаға тек қана жақсы амалдарымызбен ғана баруымыз керек. Ақыретте Құдай тағаланың алдында адамның тек қана жақсы амалдары ғана қабыл болады. Алла адамның бір жаман оймен, жаман ниетпен жасаған амалдары қабыл етілмейді. Себебі Алла тағала мінсіз таза, тек қана таза нәрселерді қабыл етеді. Ары қарай біздің өтілетін төртінші хадисіміз, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи». Адамның исламды жақсы ұстанудың белгісі оның өзіне қатысы жоқ істен бас тартуы деген екен. Бұл хадис ардақты пайғамбарымыздың, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, көлемі жағынан өте қысқа болуымен, алайда діннің тең жартысына тең болатын хадистердің бірі екен. Себебі хадисте нелінделген? Адамның исламды жақсы ұстанудың белгісі оған қатысы жоқ болған нәрседен бас тарту деген. Ал біздің дінімізде амалдарды, бұйырылған амалдар бар, және де тәрк етілген, тасталынған амалдар бар екен. Демек, мұсылман адамның дінді көркем ұстанудың белгісі не екен? Оған қатысы жоқ болған нәрседен бас тартуы дейді. Қазіргі қоғамда, құрметті бауырлар, көп осы өзекті проблемалардың бірі, біз өзімізге қатысы жоқ нәрселерге араласамыз. Өзімізге қатысы жоқ, өздерімізге қатысы жоқ нәрселерге араласқан себепті Алла тағала адамдардың арасында да дәрежеміз түсіп, және де Құдайдың алдында да дәрежеміз түсіп жатқан өзіміз білмей жатырмыз. Сондықтан бұл хадис исламның тең жартысына тұтатын хадистердің бірі екен. Өйткені бізге қатысы жоқ нәрселерге араласу, бұл осы дүниеде де адамдардың арасында біздің дәрежеміздің төмен екендігін білдіреді. Ал әрқайсымызға адамдардың арасында дәрежемізді жоғары болған қалаймыз. Сол үшін осы нәрсеге жету үшін өзімізге қатысы жоқ нәрселерге араласпайтын болсақ, адамдардың арасында да дәрежеміз биік болады екен, және де ақыретте иншаалла Алланың алдында дәрежеміз биік болатыны иншаалла сөзсіз екен. Міне қарап отырсақ, құрметті жамағат, бұл дініміздегі бүгінгі айтылған уағызымызда дініміздегі негіз болатын 4 хадистердің бірі екен. Кімдегім осы 4 хадисті біліп, осы хадистерге амал жасайтын болса, сөзсіз басқа да хадистерге, басқа да аяттарға амал жасауға күші жетеді екен. Өйткені осы 4 хадиске амал жасаған адам бұл діннің тірегі болған нәрселерге амал жасаған болып табылады екен. Алла тағала баршамызға діннің негізі болатын осы хадистерге амал жасап, сол амалдардың қабыл болуын нәсіп етсін. Алла тағала қасиетті мәулід айында пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам айтылған мәулідтерімізді қабыл етсін, салауаттарымызды қабыл етсін. Осы орайда қасиетті мәулід айының құрметінде, құрметті жамағат, қазір иншаалла мәулід айтылады. Сол мәулідке қосылып пайғамбарымызға Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, салауат айтуды ұмытпаңыздар. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Аллаху